Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында жасауға болатын өткізгіштер және диэлектриктер тақырыбында шағын тәжірибе жасайтын боламыз. Бұл тәжірибеге бізге пластмасс сызғыш пен парақ қажет. Ең алдымен парақты майдалап қырқып аламыз. Сосын сызғышты алып параққа үйкелейміз. Енді сызғышты майда қағаздарға жақындатсақ, қағаздардың сызғышқа жабысқанын байқаймыз. Бұдан байқайтынымыз, бұл жерде зарядтардың алмасуы жүреді. Пластик диэлектрик. Ол еркін электрондарды өткізбейді, бірақ үйкелгенде оның бетінде зарядтар жиналып қалады. Бұл тәжірибе диэлектриктердің электр өрісінде қалай әрекет ететінін дәлелдейді. Егер сен дәл осыны металл қасықпен жасасаң, ештеңе шықпайды, себебі металл өткізгіш, заряд тез тарап кетеді. Біз бұл тақырыпты онлайн лабораторияда да байқап көрсек болады. Ол үшін бізге шам және батарейка қажет. Ең алдымен проводник арқылы шам мен батарейканы бір-біріне қосамыз. Бұл кезде жарықтың жанғанын байқаймыз. Енді осы тізбекті бір жерін қиып, орнына скрепка қойсақ, бәрі бірде жанып тұрғанын байқауға болады. Ал енді орнына банкнота мен ластик қойсақ, шамның жанбай қалғанын байқаймыз. Бұдан шығатын қорытынды скрепка ток өткізеді, яғни өткізгіш, ал банкнота мен ластик ток өткізбейді, яғни диэлектрик.